Сәлем достар, біз сіздермен бүгін күнделік кезет программасын обзор жасайтын боламыз. Сіздермен бірге мен Мико, және де обзорымызды бастаймыз. Кеттік. Бірінші тіркелген кезде сізден нөміріңізді, мектеп атыңызды, сосын фамилияңызды, және де мектеп, район, сосын қала сұрайды. Барлығын таңдап біткеннен кейін сізді аккаунтыңыз ашылады. Менікі мысалы Мержан Мейрамбекова Әбсаттар. Менікі ашылған. Бұл программада сіздерге последние оценки дейді. Мінекей бүгін жоқ, вчера орыс тілінен хорошо деген баға алыппын. Биологиядан бір Соч ТЖБ қазақша айтқанда 8 балл жинаппын. Бұл тіптен жақсы. Биологиядан жақсы шықтым. Орыс тілі хорошо. Бұл жерде бүкіл сабақтардың қай уақытта болғаны, қашан болғаны, қандай бағағанды, және де үй тапсырмасына не берілген барлығын көрсетеді. Сабақтар 14:00, демек 2-де бітті деп тұр. Бір задание үй жұмысы. Мінекей бүгін үй жұмысы барлық сабақтарыңыз қатарынан тұрады. Сол кезде үй жұмысын арасынан тауып орындап жүрсеңіз болады. Менікі неге екенін білмеймін. Бір сабақ орындалмады деп тұр. Есептерді шығару. Мінекей мысалы алгебра сабағын айтып, мен есептерді шығару деп жазып қойдым. Негізі бірақ ол күні бізде ТЖБ өтті. 90-нан соңыз, сондықтан да бізде ТЖБ, БЖБ секілді соңғы 90-дық жиынтық бағалаулар көбейеді. 9-шы классқа әсіресе одан да көп болады. Есептерді шығарсаңыз, өзіңіздің сабағыңыздың күнтізбесін қыла аласыз. Мен бұның бәрін орындап қойғам. Орыс тілінен составить қылам. Бұнда орындап қойған тұғым. Ағылшын тілінен өкінішке орай орындамадым. Үстіп көруге болады, тексеруге болады. Көмір сулардың әруыздар дейді. Бүкіл мәліметтер, үй жұмыстарын осыдан прямой орындауға болады. Онлайн сабақтар WhatsApp-тан өткен кезде үй жұмысын білмей қалсаңыз, осының ішіне кіріп іздеп көрсеңіз болады. Неге прямой күнделік кезет. Файл бастырып сразу орындауға рұқсат беріңіздер. Сразу орындап тастауға мүмкіндік береді. Мына жерде біздің бағаларымызды көрсетеді. Мінекей орыс тілінің барлығы хорошо, және де бір Сочи алыпты. ТЖБ деп қазақша айта берейік. 90-дық жиынтық бағалау. 10 балл жинағанмын. Тіптен жақсы. Биологияда тағы бір ТЖБ болыпты. 8. Одан да жақсы өтіппін. Бұл жерде бүкіл сабақтар бар, әлі қорытылмапты. Итоговый дегенді бассаңыз, ағылшын тілі 90-дарға қанша шыққанын көруге болады. Ағылшын тілі 1-ші, 2-ші, 3-ші 90-дағы 4 шықтым, 4-ші 94 шықсам, алла қаласы. Адам қоғам құқықтан 4, алгебра өкінішке орай 3, 4, биология 4. Қалған сабақтарды көрсетпей қояйын. Әрине сіз өзіңізге тіркеу үшін біраз қиналуыңыз мүмкін, бірақ та берілмеңіз. Бастырып алсаңыз, өзіңізге сабағыңызға әсер етпейді. Жақсы әсер етеді, көмектеседі. Мен сіздерге бәрін жақсы түсіндірдім деген ойдамын. Каналға тіркеліңіздер, әлі де видеолар болады. Коммент жазыңыздар, лайк басыңыздар.